саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз ба? Жарайды, саламатсыздар ма? Так, балдар, біздер өткен тақырып қалай еді? Аха, жарайды. Сіздерге мына жердегі өткенді қайталау сұрақтар берілді. Компьютерлік желі дегеніміз не еді, балдар? Айта ғой. Бір-бірімен дерек алмаса алатын кең кезінде екі компьютердің байланыс құралдар көмегімен қарым-қатынас жасауына арналған ақпарат өңдеудің тармақталған жүйесі. Жарайсың, отыра ғой. Келесі, интернетте қандай қауіптер болуы мүмкін, балдар? Аха, жарайды, жауап бере ғой. Интернетте сізді жамандау, және де қорқытып істеу, және де әртүрлі сені өлтіру немесе сондай болуы мүмкін. Сондай қауіптердің алдын алуымыз қажет екен, иә? Келесі, ақпараттық қауіпсіздік деген нені білдіреді, балдар? Кім жауап береді? Мына топ сіздер шірімдемей отырсыздар. Жарайды, келесі айта қойыңыз. Бағдарламаларды Бағдарламаларды екен? Бағдарламаларды секретсіз. Қауіпсіздікті. Ақпараттық қауіпсіздік ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден бұзудан өзгерту және жоюды қорғау. Жоюды қорғау, яғни ақпараттық қауіпсіздікті жоя алады екен, иә? Жарайды. Балдар, бүгінгі күннің жадын жазайық. Жазып па, балдар? Тақырып антивирустық қауіпсіздік. Балдар, бүгінгі тақырыпта антивирустық қауіпсіздік, яғни компьютердегі, телефондарымыздағы қауіпсіздік туралы айтамыз, иә? Енді мына жерде компьютерлік вирустар ұғымымен танысамыз, иә? Бұл жерде компьютердің сабақтың мақсаты компьютерлік вирус ұғымымен және олардың түрлерімен танысу, антивирустық бағдарламалардың мақсаты туралы білу. Яғни антивирустық бағдарламалар қандай қызмет атқарады, жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз, және компьютерде желіде қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін қолдануды үйрену. Яғни қалай айтқанда телефонда болсын, компьютерде болсын, қалай жаңағы қауіпсіз жұмыс істеуге болатынын үйренеді екенбіз. Жаңа материалды меңгеру. Проблемалық сұрақ бізде былай болғандар, иә? Мысалы, неліктен біздің компьютеріміз баяу жұмыс істейді, немесе кенеттен өшіп қалуы мүмкін. Неге деп ойлайсыздар, балдар? Мысалы, ішінде неше түрлі вирустар болуы мүмкін, оларды жою үшін біз антивирус бағдарламасын. Антивирустық бағдарламаны компьютерге немесе телефонға жүктеуіміз қажет екен, иә? Енді сіздер балдарым, қазір мен сіздерді топқа бөліп, мына жерден қастарыңызға барып, қақия әдісі бойынша сіздерді топқа бөлемін, бір-бірден ала қойыңыздар. Так, тез етейік. Так, нешінші топ деп тұр, сол бойынша бөлініңіздер. Неше бөлініп қалды? Екеу? Қалай болды? Сіздер? Бірінші топында келеміз, екінші топ анда барамыз, иә? Тез-тез отыра қойыңыздар. Так, бірінші топ, екінші топ. Көрдіңіз бе? Алдарыңызда өздеріңізді бағалау парағы және рефлексия бар. Сабақта мені, мысалы, мына жерде 3 тірек сөз деп тұр, 3 тірек сөзді жазып өтесіздер қазір, сосын осыны өздеріңіз аласыздар, топқа бөлдік қой. Сіздерді дәл солай алдарыңызға беріп қойдым, осыны рефлексия, осыны жазасыңдар, 3 тірек сөз деп мына жерде оқыңыздар, топқа санасаңыздар да болады өздеріңіздің араларыңызда. Кеттік ары қарай. Балдар, енді осы жердегі тапсырма сіздерге мына жерде топпен жаздасыздар, екі топ, кім қайсы топ бірінші болады, сол топқа бағаланады, мына жерге. Мысалы, бос орындарға тиісті сөздерді қойып жаз дейді. Мысалы, файл көлемін кішірейту процесі не деп аталатын еді? Так, дайындалып алыңыздар. Файлдардың көлемін азайту үшін арнайы не қолданылады? Ақит берген файлды қайта қалпына келтіру үдерісі не деп аталатын еді? Так, тез-тез ойланып алыңыздар, сосын топтан шыға беріңіздер. Кім шығады? Қарадыңыздар ма? Шыға. Топпен ойластыңыздар ма?
білгендеріңізді шығып жазып кете беріңіздер, жарай ма? Қайтып. Иә, файл көлемін кішірейту процесі не деп аталады екен? Компьютер деп аталады. Жарайды. Так, бірінші топтан болды. Тағы шығатындар ма? Келе қойыңыздар. Файлдардың көлемін азайту үшін не қолданылады екен? Вирустар қолданылады екен. Келесі. Жасында? Не деп аталады дейді? Құрттар деп аталады дейді, дұрыс. Аха, қайшы? Беске кім шығар? Беске шығар өте. Архивтелген файлдар бір немесе бірнеше не болады екен? Бағдарламалар болуы мүмкін. Яғни архивтеу бағдарламалары бұл жадында сақталады екен. Келесі, өздеріңізді не істеп алыңыздар, иә? Бағалап алыңыздар енді. Енді мына жерде сәйкестендіру, бұл жерде сәйкестендіруді топпен орындаңыздар, иә? Топтармен орындаңыздар. Екі топ жеке-жеке орындасаңыздар да болады, иә? Екі-ектен шықсаңыздар да болады. Тез дайындалып алыңыздар. Сәйкестендіру бұл жерде. Былай сәйкестендіру жүргізді. Сәйкестендіру. Жұптық болады, иә? Бұл қайсы дейміз? Бұл жерде, яғни бір сәйкестендіру керек. Келесі. Кім шығады? Сіздерден шықтыңыздар ма? Келе оң. Бір болса қайта шығаймыз. Ақпаратты сол не деп аталады екен? Файл көлемін кішірейту. Үште қалай екен? Архивтен не файл деп аталады дейді? Бұл жерде соңғы архивтен шығару, архивтелген файлдарды қалпына келтіру. Яғни, осылай сәйкестендіріп алды, иә, олар? Енді келесі бізде олар екінші тапсырма мына жердегі кестені толтыру әдісі. Бұл жердегі мысалы 2 килобайтта қанша байт бар екенін табасыздар, иә, мына жерге. Дайындалып бар. Қарап алыңыздар, кішкене қарап алыңыздар, сосын жазып кетеміз бұл жерге. Қазір. Кім шығады? Кім шығады? Келе ол. Айтып кетер, сосын ауызша. 2 килобайтта 2048 байт болады. Өйткені 1 килобайтта 1024 байт болса, ал 2 килобайтта 2048 байт болады. Молодец. Келесі, келе ол. 1 мегабайтта қанша килобайт бар дейді? Жарайды. Келесі кім шығады? Келе ол. 1 гигабайтта қанша мегабайт бар дейді? 1 гигабайтта 512 жарайсың. Соңғы тапсырма келе ол. Алда дәптерге жазып отырайын, ойламай әдемі жазыңыздар. 1 байтта жарайсыңдар оқушылар. Бұл тапсырмада аяқталды. Енді келесі тапсырма бізде дұрыс емес тұжырымдарды анықта. Яғни, мына жердегі осы жаңағы мәлімет бойынша дұрыс немесе дұрыс емес тұжырымдарды анықтаңыздар. Топпен немесе жұптық болып шықсаңыздар да болады. Топпен шығыңыздар, шырайма.
Так, ойланып қарап алыңыздар. Мысалы, архивтеу бағдарламалар файлдардың көлемін үлкейтуге арналған. Бұл дұрыс па, дұрыс емес пе? Кім шығар? Дұрыс па? Дұрыс емес. Келесіне кім шығар? Файлдың көлемін кішірейту процесі ақпаратты сыру деп аталады ма? Файлдың көлемін кішірейту процесі ақпаратты сыру деп аталады. Ол дұрыс. Дұрыс екен, иә? Аха, жарайды. Архивтелген файлда бірнеше файлдар немесе бумалар болуы мүмкін бе, балдар? Шыға отырда. Бұл жерде дұрыс емес тұжырым екен, иә? Келесі кім шығар? Яғни файлдардың бумалары болмауы мүмкін. Келе ол. Топтарыңызды бағалап отырыңыздар, жайма балдар жаңағы жазу бойынша. Сосын қазір маған бересіздер, мен қайта дұрыс болғанын қарайды екенмін. Деректерді архивтеу кім шығар? Келе ол. Яғни бұл тұжырым дұрыс емес екен, иә? Жарайды. Жарайды, жақсы балдар, өздеріңізді бағалап алыңыздар топпен, иә? Балдар, келесі тапсырма сіздерге өтіп, немесе QR кодтап, мына жердегі тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы сіздерге шарт қоямын. Топпен жұмыс жасап, мына жерде тапсырмалар жасыртылған, иә? Соны кім шығып тауыңыздар, иә? Келіңіздер. Кім шығар? Келу. Сәйкестендіресіздерге бұл жердегі мысалы мынау антивирустық логотиптері, иә? Қайсы? Келесі. Келу. Келесі. Шам. Сіздің көшін. Сіздің мұттан бір-біріңізді айтамыздар, е? Келе ғой. Енді біздегі қалғаны. Келесі. Келе ғой. Өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Шарина оқушылар, әр оқушыға бағалап отырыңыз. Қазір дұрыс па, дұрыс емес па соны көрейік. Көрді қоя балдар? Дұрыс, иә? Көрдіңіздер қоя атаулары қалай екенін. Жарайды, келесі тапсырма. Енді балдар, мына жерде екінші сұрақ. Компьютерлік вирустар, яғни жоғалған сөздерді табасыздар, иә? Жоғалған сөздерді, бір сөздер мына жерде шықты міне. Иә? Осы мынаны мына жерден табыңыздар. Кім шығады? Қайсы құдай шығады? Келе ол. Балдар шыққаннан өздері
Енді қай сөз қалды? Антивирус. Кім шығады? Антивирус деген сөз қай жерде жасалған екен? Антивирус. Ұлттық бағалар тез етіңіздер. Антивирус. Көздеріңді жатастыра бер, айтып бер. Болмаса тез. Антивирус. Так, ұлттық бағаларда көбіне келе антивирус осы үшеуін шықты, иә? Енді келесі тапсырма бізде компьютерлік вирустардың жіктелуі шығады қазір. Тапсырманы қараңыздар. Бұл жерде қайсысы екен? Кім шығады? Басқаларыңыз қарап отырыңыздар. Жарайсын. Келесі Касперский. Яғни бұлда антивирустық бағдарлама, иә? Дұрыс екен? Жарайды. Келесі көлемді программаларды түзету кезінде белсенділік көрсетіп, программаға жақсатын түрлі зиянды әрекеттерді орындайтын вирустар не деп атайды? Қалғандарыңыз қарап отырыңыздар, балдар. Келесі жүйелі программалаушылардың ақпараттық есептеу жүйелерінің бос құрылғыларды ресурстарының анықтау программасына кіріп, бос құрылғыларды тектен тек жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Бұл не деп аталады? Келу. Не деп аталады екен ол? Көрінбай, есте сақтауыздар ұмытсыз, жарай ма? Келесі, қарапайым программаға кіріп, жастырынып жатады дейді. Тек белгілі бір шарттар орындалғанда ғана әсер ете бастайды. Ол шығады. Білесің бе? Логикалық бомбалар екен, иә, балдар? Келесі, бізде 6-шы сұрақ қарапайым қолданбалы программа етеді, орындатады. Мысалы, жасырын ақпараттарды жария етеді, жедел жадтағы ақпараттарды басқа жаққа жібереді. Бұл не деп аталады екен? Не деп аталады дейді? Приематтар. Жарайды, жақсы. Оқушылар, бүгінгі біздің тапсырмамыз аяқталды. Енді сіздерге рефлексия әдісін бердім ғой, иә? Соған өздеріңіздің сосын мынау бағалау шкаласына атты сырттарына атын жазып, өздеріңізді бағалаңыздар. Мына әдіс бойынша сіздерді бағаларыңызды журналға қоямын. Сіздерде дәл солай, иә? Мынаған шешен ат жөніңіз сыртына. Мынаған рефлексия әдісіне жазыңыздар, иә? Бүгінгі сабақта ұққан 3 тірек сөздеріңізді жазып алыңыздар. Бүгінгі сабақта ойға келген 2 ұғым, иә? Сосын осы бойынша бағаларыңызды журналға салатын боламын. Жаздық па, жазғандарыңыз маған бере қойыңыздар, мен жинап алайын. Açın жазсын. Рефлексияға жазып жіберіңіздер. Үш тірек сөз, тез жазып жіберіңіздер.
1 штук болды, 2 штук